Баршаңызға ассалаумағалейкум, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге үй жағдайында өте керемет шықырлаған самсаның рецептімен бөлісемін. Әуелі ыдысымызға тұзымызды саламыз, үстіне жылы суымызды құйып, бір жұмыртқамызды салып, жақсылап тұзы ерігенше араластырып, үстінен електен өткізілген ұнымызды салып, өте жұмсақ емес қамыр етіп илейміз. Алдындары самсан жасаған кезде дұрыс шықпайтын, білмеймін неге де бір қатты шығатын, шықырлақ болып шықпайтын, қаншалықты баптап жасасам да дұрыс болмайтын. Енді бұл жолы мен жеңгемнен барынша үйренуге тырыстым. Енді қазір үйреніп алдым. Өте керемет болып шықты. Сондықтан мен сіздерге сол рецептті бөліспекшімін. Сондықтан барынша видеомды соңына дейін көруге тырысыңыздар. Қамырымызды иледік, демалдырдық жарты сағатта. Енді демалған қамырымызды екі бөлікке бөліп, жұқартып жаямыз. Қамырымызды барынша жұқа етіп жаюға тырысыңыздар. Сол кезде де сіздердің самсаларыңыз одан да әдемі шықырлақ болып шығады. Мен бұл самсаға пампушка маргаринін қолдандым. Оны кез келген дүкендерден таба аласыздар. Қымбат емес, өте қолжетімді бағада. Оның жағуы маргаринді еріткен кезінде ішіндегі жаңағыдай су болады ғой, еріген кезінде. Соны міндетті түрде төгіп тастау керек екен. Майын бөлек, суын бөлек. Сол кезде үстіндегі майы, қалқып тұрған майын жағасыздар. Жайып алған қамырымызға. Сол кезде сіздердің пәтірнелеріңіз де, самсаларыңыз да өте керемет шықырлақ болып шығады. Маргариніміздің үстіндегі қалқып тұрған майын жағып алдым. Енді көріп тұрғандарыңыздай бір шетінен бастап қамырымызды осылай орап шығамыз. Енді осы оралған қамырымызды морозильникте немесе холодильнигімізге жарты сағатқа немесе бір сағат көлемінде сақтаймыз. Қаншалықты көп тұрса, соншалықты жақсы. Мен қамырымды асықпай бір күн алдым. Осылай холодильнигіме салып қойдым. Енді өте керемет болып шықты. Сіздер де бір күн алдын немесе қонақ келместен алдын, 2-3 күн алдын осылай май жағып холодильникке салып қойсаңыздар, одан да керемет болып шығады. Енді дайын қамырымызды осындай бөліктерге бөліп аламыз, бірдей теңдей етіп. Енді экранда көрсетілгендей етіп, осылай үстінен қамырымыздың басып, тағы да салапан мешогымызға салып, бір 5 минутқа қалдырамыз. Тағы да холодильникке сала тұрсаңыздар да болады. Қамырымыз дайын, демалды. Енді бір шетінен бастап, осылай оқтауымыздың көмегімен жая берсек болады, жұқартып. Бұл жерде тек қана жайған кезінде де ортасын көп басып жібермеңіздер, жұқартып. Тек қана осы екі шетін, қамырымыздың екі шетін қатты жұқартсаңыздар жеткілікті. Енді дайын болған қамырымыздың ішіне етімізді салып, осылай мен самсаны түйген кезде де осында түйген ұнайды, және де өте әдемі болып, сүйкімді болып шығады. Қамырымыздың екі шетін жақсылап басамыз. Енді экранда көрсетілгендей етіп, осылай бір шетінен бастап, осылай түйіп шыға береміз. Бұл да бір ерекше бір әдіс. Пешімізді міндетті түрде алдын ала қыздырып қойыңыздар. Осы самсамызды түйіп атқан кезде 200 градусқа қойып қойсаңыздар да болады. Әркім қалауынша осылай түйсеңіздер болады. Тағы бір рет көрсетейін. Қамырымызды жұқартқан кезінде ортасын көп басып жібермеңіздер. Тек қана осы екі шетін ғана жұқартуға тырысыңыздар. Міндетті түрде пешімізді қыздырып қоюды ұмытпаңыздар. Енді самсаларымызды қойып, жайғастырып, үстінен жұмыртқамыздың сарысын жағып, қызып тұрған 200 градуста самсаларымыз қызарғанша пісіріп аламыз. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Самсаларымыз дайын, бірінен бірі өткен әдемі қып-қызыл болып шықты. Сіздер де дәл осылай пісіріп көрсеңіздер, самсаларыңыз міндетті түрде шықырлақ болып шығады. Қамырды жайғаннан кейін міндетті түрде сармайымыздың астындағы жаңағы маргаринді ертесіздер ғой, міндетті түрде суын бөлек алып тастаңыздар. Сол кезде майын жақсаңыздар, сіздердің самсаларыңыз дәл осылай шықырлақ болып шығатын болады.
видеомды соңына дейін көріп қолдағандарыңыз үшін рахмет. Келесі рецептте кездескенше сау болыңыздар.